Selamünaleyküm. Sizin adınız, soyadınız ne? Менің soyadım Abdurrahman kızı Mumine. Qayсы көйде siz doğuldunuz? Мен Черномор районының Байқият кöyінде 1933 жыл 16 июньде Тобан үстінде dünyaya келдім. Soylarınızda hocalar, yazıcılar, belli bir adamlar var edi mi? Soyumuzda десек, E. soyumuzda бар еді. Біздер 9 бала болғанбыз. 9 бала болғанбыз. Babamны бірінші сепер 1900 ана шу колхоз қырылай атқан уақытта бабамны құлақ еткендер. Яғында айтайын, мен ішінен туған үстінде туылдым. Құлақ еткендер, бабам қапалған. Уақытта та өрие егіздер туылмаған болған, бізді шығарғандар, иемізден бүтін шиімізді тұтып алғандар. Babam 2-3 yıl отырғаннан соң Зінжірлі медресені бітірген кіші болған babam. Грамотный болған. Көп ерге yazып, ақсыз қапалғанны испат етіп шыққандар. О уақытта бізді Айболла деген кішінің үйіне біреу көшірмеген, шығарып ташлағандар просто. Шо Айболла қам алған біздің Қорантаны. О уақытта 4 бала жоқ, демек 5 бала мұнан шонда анам жерлешкен, бірде әпшем бабамның анасы. Ойларың енді яшағандар. Бабам қайтып келгеннен соң ақын талап етіп, үйімізді тада қайтарып бергеннер. Олар ішінде бір шеке қалмаған. Епсіні қалқларға лештіріп бергеннер, алғандар. Төлкіде барыман қайтып алған. Bir uақыт әшеуір колхозға алмағандар. Соң колхозға алғандан соң бабам агроном болып çalışып башлаған. Çünkü o Зінжірлі медреседе только имамлық яда болмаса мынау дин дерсін туылды. Бүтін фәнлерден яқшы білім бере екенлер. Оның ілімі анашоға жетер екен. Шоман бабам агроном болып çalışып башлаған. Çalışып башлаған, соң тады үкіметке оқыған адамлар уақытта керек ме еді. Кім ілімлі болса, оны жөйтмаға қарай еді. Шайтып келді бұл үкімет, шайтып те кетейік. Шоның үшін бір бақаналар тада табып, бабамны 2-ші сепер қапайлар. 2-ші сепер қапалғанда енді уақытта уақытта мен баға анам беременный бола. Сибірге сірежек болалар. Кетсін Сибірге, ана Сибірге кетмеге қол көтерелер, решат етелер. Біздің Қорантаны бабамны қапайлар. Қорантамызны тада иден шығарып, Сибірге сірежек болалар. Сын Алла рахметлесін. Үнзіре деген бір апай тұрады, айтемат. Сіздердің шиятырсыз, бабасын қапатып жіберген болсаңыз, бұл беременный болса, қайда Сибірге баражақ болар, енді şu kadar баламан дегеннен соң, қолларын түсіргеннер, қарар еткеннер, көйнің шетінде бір Ананияның, бір Анания деген маршке отырған екен, соның ташлап кеткен бір қараба үй бар екен, сарайға шағын, көй шетінде. Шоға сіргенлер бізді. Шоға шығары атқан уақытта мен бір шекені алайым да дегенден, анам бір кейіс алайым дейді, енді болған жартылерден. Şu уақытта айтқандар, жоқ, сіздер құлақсыз, сізге бір шеке алма болмай. Ана шумансын Ананияң үйіне сіргенлер көрсетінде прокаженный кіші дей.
Ана шоғында мен тобан үстінде 16-ncı yönde dünyaya geldim. Şunun için ben işte avtobiyografiyamı açkım gelmiş. Ondan sonra yeni rождение edecek olsalar aytamam men. Tuğulganda tobanı köremem mi? Toban gördüm men tuğulganda men istemeymen onu. Yettirgip kelmey. Şaytım o yerde men tuğulamam. Son babam tada ikinci kere kaytıp kele. Bu iki kere kılak bolup. İkinci keresinde tersi onda bizler tada iyimizin kaytıp alıngan. Men o vakitte 37. yıl sırlı babam. Alatada var. 37. yıl endi uçanlarını algan vaxtdan bu Bekir Çoban zerde atılgan günü 17. aprel 1938. yılı babamla atıp öldürürler. Şunday ailede olgan adamım ben. Siz Kırım'da mektepte okudunuz mu? Kırım'da 1. klaska Sovet var bolgan vakitte bardım 1. sınıfka. Kavga başlandı. Şomunan kaldı 1. sınıf. O vakitte okuş bolmadı. Son geldi Nems 1. sınıfını bitirdim pamoyamaya. Son Nemseler geldi. Nemseler kelgenden son bir vakit ötkenden son endi tada mektebini açtılar. Endi onda Kiril tuğda, Latin harfimen okuta başladılar. Ana 2. sınıfka men Latin harfini okudum. Onda da sıvık bola, Kırım'nın endi onday peşkalar yok. Bizde köyde bir tane mektep var idi. 3 tane sınıfı var idi. 1. sınıfından 2. sınıfını bir klasta okuta. 4. sınıfından 2. sınıfını 2. klasta. Koşalar o ballarını birbirine. Bir tane de kırıp bargamından Учительский var idi şu. 2 gözlü şunday mektep idi. Onda okudum. Onlar 2. sınıfını bitirmesden tada nemselerini kurdular. Sovet geldi. Bizler 2. sınıfını bitkenden sonra bitmeslerini ana 18. iyun'de çıkarttılar. Şomunan Kırım'da okuğanım, okusam ana şu bir pişikçılık okuşturdu. Kırım'da şunu okudum. Ya siz öz koyunuz hakkında bir-iki söz aytabilirsiniz mi? Tane öz koyum hakkında 6 maşinamdan kettik. Ballar, tamirlarımız endi kırıp ketiyatır. Bir siz kaldınız bilgenden kışın koyunu dep. Tatamның balları, torunları jıyılıp kettik. Başta barıp mezarlık bolgan yerge көрсеттілер мына mezarlık ol dep. Men evvelgi Kırım'daki köyde pek yaxşı bilemen. Aşıldı o köylerde iyiler bütünce eski iyiler jıyılıp ketken köy aldına naday sızgan, jışkan. Şoň için o yerde oturgan kişilerden Nadiye'nin kızı Ayatın Zarima dedi Karibe bibliotekada çalışa eken. Şonu barabar aldık. O bizge kayerden ne bolganını olar erte şu 90. yılı kelgen bir miktarı iler var edi. Ondan soradım. Göster balam. Mezarlık bolmak gerek. Koy aldına jışkan mezarlık var edi. Mezarlıkın canında bizden balaban koramız var edi. Bir yerde iyimiz, bana bir yerde de mektep var idi. Ana şolarını körsetmeye desem, mezarlıkını körsetti, o yerde bütün mezarlıkının bir taşı birge kalmağın. Tegis ot bolup ketken, taşlandık. Onlar şu yerden uçaska berliyatır eken halkka, onu bilgen kişiler yok bir yerden uçaska almayımız çünkü bunun astı mezarlık dep, bir 5-6 tane kaya taşlarını andamında taşlaganlaştı. Belgili bolsun mezarlık dep. Ana o yerge bardık. Bundan Yasin, Tebareke, Amme, kenziler okup ketken edim.
Onu o yerde тұрып bağışladık. Ondan soң biz tap 90 kaçıncı yıllarını kütünen көріп келдім, білмеймін. Birinci көйдешілер көрішіні bizler yapkan edik. Sapori Hacametova bek айтулы Көпейді Muyeddin деген қардашы бар да. Білесің, Көпейді оқи болсаң білшін керек. Шолның Сапори деген Muyeddin Сапори бірде менің ақам уақытта сау еді. Азыге башташ қойылған еді. Ондай етіп, Азы бабайға. Біздің көйімізде азы, көз азы бабай дер еділер. Кімнің көзіне ақ түшсе, яда көзі ауырса, шоның долабы бар еді, мына бұндай саханадай. Соның долабына я ақша, я бір жаулық ташлап кетер еділер. Шо ақшаны, яда жаулықны алып, біреу қадым оқи анауға. Оның регандасы бар еді. Шо Азы бабайның несіне елекен қояр екенлер, нәл қояр екенлер, бірде не қоя, құман қоялар. Ертенге шықса, елекенде су бола, нәлін дейлер уақытта, оны ағаштан ясайлар бұндай. Кішінің аяғының ізі тұра, құманда да су ексілер екен. Бұл біздің Азы бабайның историясы. Шоның ерін табып, шоға башташ салған едік. Енді баяқы ескірген, сілеуі неткен, язуы сілінген Абдыраман ақайлар айлесі менен олардың Шеки Мұрадова олардың фамилиялары шоларының іштіракы мұнан қойылды деген Азы бабай тұра. Етрапына Мысырбидай шашылған, Мысырбияның ішінден жүріп деңізге кірдік. Ондан соң о ерде тоқтадым, Азы бабайның не екенін, қатып болғанын аңлаттым. Біздің азы менен Туақаның азысы бар. Екеуінің арасы шөл. Например, бұл біздің Азы бабайларымыз болса, бұл Туақаның Азы бабайы. Соның екеуінің арасында егілсе де соқақ түшер екен. Көрген кішілер болған лүп-лүп уақытта мынаудай жіншірақ демейлер, пенарлық дейділер. Пенарлықман жүреділер. Жел сөндірмейді, жесі бар. Шоман, шо пенарлық мұнан екі Азы бабай бір-біріне қатнашар екен. Олар ақа қардаш болған. Шындай ер. Шығай атқан уақытта да Туақаның Азы бабайы бек яқын еді көйге. Бала жылай. Қартлар айталар, қараңыз бірдіңіз балаңыз қалды ете, қараңыз балаларыңызын алдыңыз ма деп енді о таңда кешесі қараңғыта, о дыңнап қарасалар, о бала туы да Азы бабай жылай екен жайды. Кетеді қарыңыз. Ya көйіңізде ривайетлер, массалар бар еді ме? Айта еділер ме? Көйіміздің тарихы бұндай. Евелгі уақытта бір келіншек ертеңмен сиыр сауып отыра екен. Сон бір қарт бабай келе. Қызым дей, қарным бек ашты, маға бір тілім өтмек бер тәді. Анау келіншек айта, қарт бабай дей, мен жаңларда өтмекіне шығарып дей, қонаң үстіне қойдым дей. Кірде керегіңізін кесте дей, алыңыз, ашаңыз дей. Мұны мен сиырымны сауып дей, шөлге айда жақман дей. Қарт бабай кіре, өтмектен кесіп ала, буын шығарып шыға. Мына қызым дей, өтмегіңден кесіп алдым дей, буы да шығып тұр екен өтмекінің. Шетінден төберек өтмек етеділер бізде қазанның түбінде, шындан шетінен кесіп ала. Алдым дей, сау бол дей, 6 қанелі қият көйің дей, біздің 6 қане бар екен, 6 семья тұрар екен. 60 қанелі бай қият болсын, амин дей. Шайттырып, қарт бабай кете, бұл үйге кірсе, өтмек бүтін кесілмеген. Тоғыр тұрашындай. Аяққа бияққа жуырқлап қарай, не бабай бар, не ши бар. Анашындай біздің көйінің тарихы 6 қанелі қият көйі, 60 қанелі
Байқият деген көйге айлана. Соның үшін көйіміздің несі Байқият, Шылды Владимировка шыққанымызда да 60 қорамта бар еді шу көйде. Тарихы шу, қысқада. Балаға ат қоймақ нен бағлы әдетлер бар еді ма? Балаға ат қою әдетіні о ақай кішінің іші. Шоның үшін мен білмеймен оны. Ебет бала туылғандан сын оға ат қоялар. Ешкінден сын анасының ауына қарап тұрып, анасы шыққанмақ керек. Баланы жуындырмақ керек. Уақытта тызлаш деген шүй бар. Башта баланы ерекенге қойғаннан сын бір касаға мөр сауытқа тызлы су қойып, шыдамлы болсын тені деген мақсатта қолтықларын астын, құлақларын артын, мойнын, ондан қысамақ ерлеріні марламынан тызлап жайтып жуатырғанlar. Ондан сын молла ат қоя. Қыблаға қарай атын айтайып. Cenazелерде насыл әдетлер бар еді, оларны айта білерсіңіз ма? Мен уақытта женазенің әдетін қайдан білейм, кішкен едім. Ашылдығы женазелерді еркез біле, оның несін айтайым. Иләхилерні Қырым татар тілінде айта білерсіңіз ма? Иләхилер кітабы шығада өзі, онда көп иләхилер. Яқшы. Койыңызде байрамлар бар еді ма? Бола еді ме? Ебет, екі байрам, дайыма Ораза байрамы, Құрбан байрамы болар еді. Біздер кішкене баламыз байрамшылап жүрер едік. Оның үйіне, бұның үйіне барып, елбетте бұл әдет бар еді. Байрамшылар едік. О вақыт шиірлер, ерлар едіңіз ма? Айта едіңіз ма? Жоқ, мен ерлама едім, бала едім. Олар есімде қалған шилер, шылды қатырлаймын. Шылды деймен, әнерден келсем ынтаман, соның үшін мен епі ер мұнада язу. Не еттім, не етежек мен пітірдім мі, пітірсем өшіремен, оқыжақ болсам қалдыраман. Шайтып миым кетті деймен, та бірінші сыныпта үйренген бір нем бар. Стихтерді кім біле оны? Айтайым? Айтыңыз, ебет айтыңыз. Бір заманда бір келін, бір декеу бар екен. Екісінің құлағы біз бүтін сағыр екен. Кеу айта келінге, кератымны сатам деп. Келін бұны терс аңлай, ақшам сені атам деп. Кеу кете базарға, кератыны сатмаға. Келін кете қоңшыға, қорқа еде жатмаға. Кеу келе базардан антер ала келінге. Келін қорқа келмеге, не дерсін бұл деліге деген. Екі сағырның. Шо есімде қалған басқасын. Яқшы, айтымлар, аталар сөзлеріні айта білірсіңіз ма? Бір қайчытане. Айтымлар, шыңлар көп болайды уақытта, антқаман балам, оларын айта алмам. Оларын білдеймін. Олар түрлі шейлер көп болған. Бір күнің Қартобайының башы таз екен, келіннің көзі құлы екен. Ертен мен келіні тышқа шығып келе қышта. Қартобай айта, ауасын едай қылипа дей. Қылипасы енді көзі қылип болады. Анауды ойлап отырмай, кілен аян кілпи таз дей. Қартобайға мен қайнатаға берген жауабы ола. Шындай еткен шақалы шелені айта едер, енді онда қалмы. Жоқ енді. Яқшы. Насыл қайырлап сөзлер айта еділер, мұна қайырлағанда адамларыны, бала доғанда.
Ай, оның уақытта айтқанымынан Ne шілдік de айтқанның тілегіңіз парқы бар, бар ма Esra? екен? Уақытта айтқанымнан шілдің парқы бар ма екен? Шілді де қайырланғанда қайырды болсын, өмірі ұзын болсын. Аллай тәлі оға бүтін өзінің güzelliklері или 12 мүшесі, ақыл, идрагы, ондай şeylerin енді ауызаға айтыладыр та, ояғын білмеймін. Мен математикмен, тіліні білмеймін. Соның ішінде керекті 4-ін сұрасақ айтарман. Онда білмеймін енді. Sağ болыңыз айтқаныңыз үшін. Çok meraklı şeylerini bildik. Meraklı şeyмен көп айтмадым. Олла Yok, sağ ilahi қайсыдыр бір кітабымда ару ilahi бар еді. Ilahi туды абдесінің недей екені. Ayt. Өзімде де бір жерде жазылған олла. Тоқтаңызында көре алмай жүрмін. Yazılgan yerinden kıdırayım. Buna bu benim hepsi tesbih Kur'an çıkıp bakışlaganlarım. Qayerdadir yazılı edi falan. Bu karşılık. Bunga yazmagan ikimiz başka yerde. Namaz ilahisi. Dökülür bedenden cümle günahlar. Namaz için abdest aldığın zaman. İki melek iki yanında durar. Sabah namazını kıldığın zaman. Dahi namazını terk etme sakın. İster esen ola imanın bütün. Hak kulum der sana Resulü ümmetim öğle namazını kıldığın zaman. Kökten yere enir kâmı melekler, meleklerge müştek olur tilekler. Kabul olar onda bütün dilekler, ekindi namazını kıldığın zaman. Cennet bahçasını nak kandı bezer. Sak olur, sat olur mümin şad eken. Şad olar müminler içinde gezer. Kur'an silingen. Kabın hayranı yazar akşam namazını kıldığın zaman. Bu namazdır müminlerinin bırağı nak Hak Teala yakın eter irağı. Cenneti aşar. Cennet ali alır. Cennet olar dirağı. Yatsı namazını kıldığın zaman. Ecel yastığına koyganda başın, dökülür gözünden kanlı yaşın.
iman ile Kur'an olar senin yoldaşın. Yatsı namazını kıldığın zaman. Bunda endi mынау abdest alıp namaz kılışının ne kadar bir ekendigini көрсетті, оларына да етіп енді ашалып кеткен көзім көрмей. Bir yerге yazgan edim, bilmeyeyim. Қайда жата олар? Sağ болыңыз, айтқаныңыз үшін. Sağ болыңыз. Тоқтар, мен сені бек таниман,